Ескі Nissan Primera P11 ма, P12 ма переходкаға, в общем. Иммобилайзерін сөндіріп жатырмыз. Иммобилайзері жасамай қалған. Бұны стандартта EPROM сөндіру арқылы сөнбейді көлік. Ал мынандай эмулятор салып сөндіріп бердік міне. 1 секундта бір кезек моргать етіп тұр, ол дұрыс деген сөз. Иммобилайзері міне жатыр. Эмулятордың күшін көрсетейін, қалай болатынын Nissan ғой жаңағы. Иммобилайзеріне тығып қойдық. Антеннасы бөлек тұр, мынаның ішінде чипі жоқ. Мынаған тікелей прямой қыздырамыз. Бұл тұрса да қыза береді дегенім ғой. Бұл тұрғанмен, бірақ мына қызыл свет кетеді тұрады міне. Көрдіңіз бе, кілт деген. Яғни қызбайды деген сөз да. Бірақ эмулятордың арқасында машин қызды. Машин істеп тұр. Бірақ мына қызыл свет жанып тұрады. Оны сөндіреміз да, мына штекерін алып тастасақ та болады. Уже бұл қажет емес. Міне штекерін алып тастадым, міне штекері тұр, міне иммобилайзер. Оны мынау шетке қоямыз. Кілтті ашамыз, қыздырамыз. Қызды. Иммобилайзер мында тұр. Осылай міне Nissan Primera'ның проблемаларын бітіріп берген болатымыз. Егер жаңа қызыл белгі жанып тұрса, ол қызбайды деген сөз. Қызыл белгі жанған, иесі чипті, кілттің ішіндегі чипін жоғалтып алған ғой. Иесінің айтуы бойынша мына чип керек емес дейді, сөндіріп таста дейді, маған керек емес деп айтқан болатын. Соны сөндіріп бердік. Мына жаңа қызыл свет жанып тұрса, шұқып ақтара бермең. Жаңа свич ауыстырған, свечный провод ауыстырған, бензин насосқа шын ауыстырған, бензин насосы плюсы жоқ. Плюсты міне мынандай қылып уақытша жалғап тексеріп көріп жатырмыз. Барлығын ауыстырған, ешқандай өзгеріс жоқ. Свечаның іші бензиннен толып жатыр, бак бензин құйған, ешқандай нәрсе болмаған, өзгеріс болмаған. Жаңағында иммобилайзердің ошибка шанса тікелей әкеліп хабарлассаңдар болады, сұрасаңыздар да болады. Неде мен совет айту тегін болады, әр уақытта не істеу керек екенін айтам. Егер нағыз қызбай жатса, оталмай жатса, онда хабарласып маған компьютер или машинада келіп тексертсеңіз болады. Осылай міне Nissan Primera'ның чипін сөндіріп берген болатымыз. Чип сәтті сөнді. Алла қаласа енді келесі уақыттарда өстіп чипке қарамай қыздыра беретін болады.